Hello, children, how are you? I hope that everything is okay with you. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сендерде барлығы жақсы деп ойлаймын. Now let's begin our online lesson. Ал енді онлайн сабағымызды бастайық. Smiles to Story Time the Drum, Lesson 5. Екінші сынып оқушыларына арналған Smiles оқулығы барабан, яғни дауылпаз. The first activity is listen, read and repeat. Тыңда, оқы және қайтала. What can you see in this picture? It's a drum. Мына суретте не көріп тұрмыз? Бұл дауылпаз. Repeat. Қайталаймыз. Drum. What can you see in this picture? It's a wood. What can you see here? Bread, pot, coat. Now repeat once more. Drum, wood, bread, pot, coat. Well done, children. As we are going to read the story about the drum, let's learn the words of the story first. Дауылпаз әңгімесін оқымас бұрын, алдымен жаңа сөздерге көңіл бөлейік. Take, ал. Take my wood. Менің ағашымды ал. Take my bread. Менің нанымды ал. You can have. Сен алсаң болады. You can have my bread. Сен менің нанымды алсаң болады. Take my pot. Менің құмырамды ал. Take my coat. Менің шапанымды ал. Now let's repeat once more. Тағы да бір рет қайталап аламыз. Take my wood. Take my bread. You can have my bread. Take my pot. Take my coat. Well done, children. Жарайсыңдар, балалар. Now let's look at the picture and read this story. Суретке қарап, мәтінді оқиық. Can I have drum, mommy? Sorry, no, but you can have this. Take my wood. Oh, thank you. Take my bread. You can have my bread. Oh, thank you. Take my pot. Мәтіннің мазмұнын айтып көрейік. Бала анасынан дауылпаз ойнағысы келетінін сұрайды. Анасы айтады, жоқ. Мен саған ағаш берейін дейді. Бала ағашты алып, үлкен әжейге барады. Менің ағашымды ал дейді. Әжей оған, онда сен менің нанымды ал дейді. Бала қуанып нанды алып кетеді. Сөйтіп жолда жас әйелге жолығады. Сен менің нанымды алсаң болады дейді. Ал ол болса, онда сен менің құмырамды ал дейді. Now let's learn the other words of the story. Now I can play the drum. Мен енді дауылпаз ойнай аламын. What musical instrument can you play? I can play the piano. I can play the dombra. I can play the guitar. I can play the drum. Мен дауылпазда ойнай аламын. What musical instrument can you play? Қандай музыкалық аспапта ойнай аласың? I can play the piano. Мен пианинода. I can play the dombra. Мен домбырада. I can play the guitar. Мен гитарада ойнай аламын. Do you remember the beginning of the story? Әңгіменің бірінші бөлігі естеріңде ме, балалар? Олай болса, жалғастырайық. Now let's continue. You can have my pot. Oh, thank you. Take my coat. Take my coat. Oh, thank you. You can have my horse. You can have my horse. Oh, thank you. Take my drum.
Now I can play the drum. Суреттен көріп тұрғандарыңдай балалар, кішкентай бала дауылпаз ойнау үшін қандай нәрселерді кімге берді? Құмырасын алып сатушыға берді. Сатушы оған күртеше берді. Күртешесін алып жылқы ұстап бара жатқан ағаға берді. Жылқы ұстап бара жатқан ағай оған жылқысын берді. Жылқыны алып дауылпаз ойнап отырған музыканттарға келді. Олар жылқыны алып, жылқының орнына дауылпаз берді. Сөйтіп, бала ең соңында дауылпазда ойнай алатын болды. Now let's complete and let's check your understanding of this story. Ал енді балалар, мәтінді қалай түсінгендеріңді тексерейік. Look at the pictures and put the words. Суретке қарап, сол сөздерді орнына қойыңдар. Take my wood. Менің ағашымды ал. You can have my bread. Yes, you are right. Naan, bread. You can have my pot. Я, балалар, құмыра, pot. Well done. Let's continue. Жалғастырайық. Take my coat. Yes, this is a coat. Менің күртешемді ал. Now I can play the drum. Yes, you are right, children. Drum, дауылпаз. Now I can play the drum. Енді мен дауылпазда ойнай аламын. Now, children, do you remember the story about drum? Let's put the actions into the correct order. Ал балалар, мәтінді естеріңде болған кезде ұмытпай тұрып, сөйлемдерді болған іс-әрекеттің тәртібі бойынша орналастырайық. What does the boy ask first? Бала ең бірінші не сұрады? Yes, you're right. He asks for drum. Я, ол дауылпаз сұрады. Одан кейін не сұрады? Одан кейін қандай іс-әрекет жасады бала? He gives wood and has the bread. Yes, you're right. Then he gives the bread and has the pot. Then he gives the pot and has the coat. Then he gives the coat and has the horse. And then he gives his horse and takes the drum. Я, балалар, ол бірінші дауылпазды сұрады. Дауылпаздың орнына оған анасы ағаш берді. He gives wood and has the bread. Ағашын беріп, нанды алды. Then he gives the bread and has the pot. Нанын беріп, құмыраны алды. Then he gives the pot and has the coat. Құмырасын беріп, күртешені алды. Then he gives the coat and has the horse. Содан соң күртешесін беріп, жылқыны алды. And then he gives his horse and takes the drum. Содан соң ол жылқысын беріп, оның орнына дауылпазды алды. Сөйтіп ол қалаған ойыншығымен ойнай алатын болды. Now he can play the drum. Енді ол дауылпазда ойнай алады. Repeat after me. Now he can play the drum. So what musical instrument can you play? Ал сендер балалар қандай музыкалық аспапта ойнай аласыңдар? What musical instrument can you play? Can you answer? Жауап беріп көрейік. Yes, you're right. I can play the dombra. I can play the piano. I can play the guitar. Well done, children. Good job. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы жұмыс істедіңдер. Now, this is the end of our online lesson. Thank you for your attention. Stay at home and study. Сонымен балалар, онлайн сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет. Үйде болыңдар, сабақ оқыңдар. Goodbye. See you the next time.